Қайырлы кеш әріптестер. Бүгінгі сабақ сіздермен бірге видеоны қалай жасаймыз, видео туралы, видеоға генерация қалай құрамыз, сценарийға қалай құрамыз, солар туралы өтетін боламыз. Жалпы жасанды интеллект бойынша қазіргі кезде жасалып жатқан көптеген платформалар бар, көптеген құрылғылар бар. Соған бүгін талдау жасап, соны үйренетін боламыз, қалай жасау керектігін. Осындай видеолар мысалға көріп отырсыздар ғой бағанадан бері. Екінші мысалы осы жылғы 2024-те жаңа жылға әрқашан Кока-Кола реклама шығаратын, иә? Сол рекламаны осы жылы бірінші рет искусственный интеллект арқылы жасады. Искусственный интеллект. Бұрын қанша мың ақшаларды құртатын еді, қанша адамды жалдайтын еді, қанша жерлерге барады деген сияқты. 95-ші жылғы рекламалар мысалы, 2024 жылғы реклама мынау. Барлық жасанды интеллект. Әр анау кадр өтіп жатыр ғой ортадан. Бұл генерация жасалып жатқаны. Яғни бір ғана генерация арқылы жақсы нәтиже шықпайды. Екі үш нәтижеден кейін барып қана нәтиже шығып отыр. Осындай реклама бар. Зағипа өшір. Келесі 2024 жылы, 2024 жылы жасанды интеллекттер бойынша бүкіл әлемдік кинофестиваль өткен болатын. Қысқа метражды фильмдер байқауы. Содан осы үндістандық кинофильм ұтып алды. Оған да бір назар салайық. Яғни адамдардың барлығы технологияға тәуелді болып қалған ғой, былайша айтқанда. Дауыс жазыңызшы. Бүкіл адамның көзі, жүрегі, барлығы технология болып кеткен. I was built to feel nothing, just like everyone, till one day she looked at me and everything broke. Why do humans cry when they are happy? You still can, right? Сол осындай видео жасауға болады. Енді оны қалай жасаймыз? Бірінші сіздерге кейіпкерлер керек болады. Жаңағы киноларда көріп тұрсыздар ғой, әр кейіпкерді жеке-жеке жасап алу керек. Мысалы, мына жерде соған дайын мысал келтірілген. Осы баланы бірінші мынандай суретін жасап аламыз, иә? Бірінші суретті жасауда сіздермен бірге өткен болатынбыз. Өткен сабақтарда. Яғни әртүрлі стильдер бар ғой бүкіл әлем бойынша. Pixar стилі деп айтылады, яғни компанияларға байланысты, иә. Pixar деген компания бар. Неше түрлі мультфильм түсіретін, кино түсіретін. Қай стиль керек сізге? Мысалы, аниме бар, япониялық. Сол стильдерді таңдап аласыздар да. Сол, мысалы, міне, 3 Pixar стайл деп тұр. Pixar стилінде осындай бала, оның қасында осындай кейіпкері бар деген сияқты. Солай жасап аламыз промпттар арқылы. Сосын оны ары қарай видео генерация арқылы жүзеге асыра береміз. Жасанды интеллект әр жасаған сайын мынандай біз промпт береміз ғой оған. Тексттен, мәтіннен видео жасау, иә? Ол кезде әр генерация сайын әртүрлі баланы шығара береді бізге. Оған қызық емес. Бір кейіпкер беріледі. Сол кейіпкер бір кезде ақ нәсілді болып кетуі мүмкін, бір кезде қара нәсілді, бір кезде шорты ауысып кетеді, киім ауысып кетеді деген сияқты. Сол үшін бізге не керек? Бізге кейіпкерді өзіміз жасап алған тиімді болады. Кейіпкерді бірінші өзіміз жасап алуымыз керек. Gemini болсын, өткендегі. Неше түрлі грок бар, қазір олардың барлығына тоқталамыз. Солар арқылы жасай беруге болады.
Немесе мынандай рекламалар жасауға болады қазіргі кезде. Осындай жаңағындай өзіңіздің жасағыңыз келетін заттарды суретке түсіріп аласыз, жүктейсіз, осындай фото жасап береді сізге. Содан соң ары қарай рекламаларды да осылай жасай берсеңіз болады. Енді мына платформа бар, Perplexity деген. Бұл платформа енді мен көбінесе өзім қолданып көрген жоқпын, бірақ зерттеу бойынша бұл платформа не істейді? Бұл платформаға өзіңіздің істегіңіз келетін видео туралы осы жерге қойсаңыз болады. Немесе өзіңіздің ұнайтын киноңыз болсын, басқа болсын, осы жерге қоясыз. Осы жерге сол туралы сізге толықтай анализ жасап береді. Бұл платформа толықтай бесплатный түрде жүзеге асады. Толықтай бесплатный. Сізге оның нюанстары қандай, сізге ондай кино жасау үшін не қажет, искусственный интеллектке не қажет деген сияқты барлық жағынан талдап жасау. Мысалы сіздерге мақала жазу керек қой, оған да көмектесе алады сіздерге толықтай. Бұл платформа арқылы сіздер өзіңіздің киноңызға, жасағыңыз келетін затыңызға талдау жасай аласыз. Талдау жасай аласыз. Содан соң талдау жасап болғаннан соң бізге көмектесетін ChatGPT немесе Gemini. Gemini'ді білеміз ғой біз, иә? Мысалы менің YouTube каналым бар. YouTube каналда мына видеоны осы видеоны толықтай жасанды интеллект жасаған. Осы видеоны. Бұл видеоны жасау үшін бірінші сценарийден бастаймыз. Әрқашанда сценарий керек болады. Мен айттым, мамандық туралы видео жасамақшымын, сөзін жазып жіберемін. Сол сөз бойынша 20 секундтық, 3 минут 20 секундтық, 5 секундтық кадрларға видео дайындап бер дедім. Сосын ол осындай жаңағыдай бірінші шумаққа мынандай деген сияқты әртүрлі промпттар жазып берді. Промпттар. Міне. Промпттардың барлығын алып аламыз сөзімізге. Немесе ұнамайтын болса қайтадан айтып жасатып алуға болады. Сосын мен айттым, маған 40 емес 30 кадрға арналған суреттер мен промпттар жасап берді. Мен 40 кадр деп едім, өте нашар жасап берді басында. Содан 30-ға азайттым оны. 30-ға жасап берді. Соны жеке қойып отырамыз тек қана міне. Промпт осындай, оған міне мынандай шығарып береді. Екінші промпт осындай, оған мынаны шығарып береді. Үшінші, осылай кейіпкерді бір-бірден генерация жасау арқылы жасап отырамыз. Қазақша түсінді ғой да? Мына жерде, иә, сценарийді басында промпт тапсырма берген кезде қазақша бола береді ол жерде. Міне. Мен өлең сөзін ChatGPT-ге жаздыртып, оған өлең шығарып, оны келесі сабақта өтетін боламыз, өлең шығарып. Сол өлең бойынша видео жасап беру керек болды да маған. Сөзін жібердім, сол сөз бойынша маған промпттарға, видео кадрлар дайындап бердім 5 секундтық. Мен 5 секундтық видео кадр дайындап бер деген, ол алдында да мен промпттар жасап беріп жүрді ғой маған, басқа видеоларға. Ол бірден түсінді да, жасанды интеллект. Соған жасап берді. Бірақ промпттардың барын ағылшынша жазып берді. Міне промпт 1 деп тұр ғой мына жерде. Промпт 2, промпт 3 деген сияқты. Солай жасап берді. Міне кейіпкерлер қатты ауысып жатқан жоқ негізінде. Бірақ ондай тапсырмада мен де берген жоқпын, ауыспасын деген сияқты. Ал ауыспайтын болса, бірден айтасыздар оны да. Мысалы, мына жақта менің Айсофи деген кейіпкерім бар.
ол мына жерде міне қара нәсілді бұл жерде. Сосын айсафи түрі ауысып кетті ғой деп айттым. Одан соң маған шығарып берді. Сосын мен оны ұмытып қалған екен. Ұмытып қалған қандай түрі екен. Сосын мен айттым, осы қыз осындай осындай деп едім. Сосын шығарып берді. Көрдіңіздер ма? Яғни белгілі бір чатта, әр чат мына жақта ашылып тұрады ғой мына шетінде. Әр чатқа, жеке чатқа бір ғана затпен жұмыс жасау керек. Мысалы, бір кейіпкермен бір чатпен жұмыс жасасаңыз, ол жасанды интеллектке оңай болады. Мысалы, осы айсафи деген кейіпкермен бір чатта ғана жұмыс жасау керек. Басқа бір кейіпкермен басқа чатта, басқа бір кейіпкермен басқа чатта деген сияқты. Солай жұмыс істеген чатқа ыңғайлы, яғни жасанды интеллектке. Сосын мені шығарып берді. Солай жасай бересіздер. Одан соң барып оларды жүктеп аламыз. Ол фотоларды жүктеп аламыз. Берген фотоларын генерацияға әр фотоға кемінде 30 секунд, 1 минут сондай уақыт кетеді. Мына жүктеу мына жерінде басасыздар да жүктеп ары қарай қолдана бересіздер. Енді сценарий бар бізде, фотолар бар. Оған промпттар да бар, әр кадрға. Бұл немесе екеуіне де кете беру мүмкін. Яғни сіз айтасыз, маған промптты суретке де және видеоға да жасап бер десеңіз, сізге жасап береді. Мына жерде екеуін бірге қолдана бердім. Немесе бөлек-бөлек жасап бер десеңіздер болады. Яғни камераның оңнан солға қарай, камераның солдан оңға қарай зум әдісі арқылы жаңағыдай үлкейіп кетуі деген, крупный кадр алу деген сияқты. Солардың барлығын, күннің батуы, артындағы өзгерістер барлығын тікелей суреттеп бер десеңіз, суреттеп береді. Жасанды интеллект. Жасанды интеллект жаңағыдай ChatGPT немесе Gemini, осы екеуіне сценарийді құрдыра аласыздар. Сценарий құрдырасыздар және промпт жазасыздар. Енді одан соң оны жасайтын платформалар қандай? Осыған өтейік ары қарай. Мысалы, жаңа басында көрсеткен видео осы платформадан алынған. Осы платформадан Seedance деген. Бірақ бұлардың барлығы бесплатный емес, тегін емес. Сізге басында ашылған кезде ғана 5 видео, 6 видео жасауға рұқсат береді. Сізге сондай видео ғана қажет болатын болса, осыны алып қолдана беруге болады. Осы платформаларда жеке-жеке. Яғни әр аккаунтқа 5 ғана видео жасауға рұқсат береді. Бірақ качестволарын көріп тұрсыздар ғой, өте керемет стильді, өте качествосы керемет. Екіншісі, мынау Hello деген бар. Hello. Қытайлық, міне. Hello. Қытайлық компанияныкі. Бұл Қытайдың өздеріне арналған версиялар бар. Қытайдың өздеріне арналған. Оған WeChat арқылы кіруге болады. Яғни Қытайда таныстарыңыз бар болса, соған кірдіріп алсаңыздар, ол жерде бесплатны түрде толықтай қолдана беруге болады. Ал мына жерде қазір сіздерге арналған бұл шетелдік бағдарлама, шетелдік, яғни кредиттер міне. Өткендегі қай неде болды кредит? Яғни кредит арқылы жұмыс жасайды. Кредит арқылы. Бұл жерде де качествосы өте жоғары, керемет видеолар жасап береді. Бірақ жаңағындай шетелдік азаматтарға ақша табу үшін ғана жасаған. Ақша табу үшін. Сондықтан, егер Қытайда таныстарыңыз бар болатын болса, WeChat бар болатын болса, жасатып алсаңыздар болады. Сосын Hugglesfield деген бар. Hugglesfield. Бұл қазақстандық бағдарламалаушылар, айтишниктер жасаған. Оның артықшылығы қандай басқалардан? Бұл жаңағы видео жасайтын платформалардың барлығын бір жерге біріктірген и сол арқылы ортада посредник ретінде жұмыс жасайды. Былайша айтқанда. Бұл жерде де өзіңізге 5-6 видео ғана беру керек. Бұлар да менің ойымша. Так, қай жағында?
міне кредит. Платформаны қайталап жібересіз ба? Хаггилсфилд деген міне. HIGGS Хаггилсфилд. Мына ішіндегі Sora 2 OpenAI'дың, яғни ChatGPT'дің видео жасайтын платформасы, Google'дың Veo 3D1 деген платформасы, One 2D6, Kling 2D6, Kling, осындай неше түрлі платформалардың барлығын бір жерге жинаған. Бұл өте әлемдегі ең керемет платформалар осы жерде. Бір жерде жиналған, ақшасын бір жерге төлейсіз, осылардың барлығының ішінен қалағаныңызды таңдап жұмыс жасай бересіз. Осындай мүмкіншілік жасап қойған. Бірақ әлемде қазіргі кезде осы платформа кәдімгідей жақсы деңгейде жұмыс жасап жатыр. Жұмыс жасап жатыр. ішіндегі ең қайсысы жақсы? Ең жақсы видео жасап бергені жақсы болып тұр. Потому что көбісі тегін емес, сондықтан видео жасап беретіні дұрыс болып тұр негізінде. Одан соң барып, так, мынаны қазір айтам. Runway деген міне. Runway. Runway деген тоже тегін емес. Барлығы ақылы түрде бұл жерде де. Себебі бұлар бірінші нарыққа кірген компаниялар ғой. Бірінші видео жасау бойынша. Қазіргі кезде жаңағы интернетте де толып жүр ғой. Апалардың жаңағыдай видеолары, мысықтың видеолары, басқа видеолар барлығы осыда. Runway бар, жаңағы мен айтқан алдыңғы компаниялар бар. Осылардың барлығында жасалған өнімдер. Осылардың барлығында. Яғни нарыққа бірінші кіріп өздерінің айтарын айтып алған компаниялар қазіргі кезде уже ақша табуға жұмыс жасап жатыр бұлар. Енді Whisk деген платформа бар. Whisk деген платформа. Бұның ішінде Google-дікі ғой бұл да. Google. Бұның ішінде сіздер өздеріңіз барлығын өздеріңіз құрастыра аласыздар. Яғни жаңағы тема, қандай тема болу керек, қандай платформа, қандай стильде, осы жерде құрып аласыз. Одан соң сцена, қандай сценалар бар ішінде, қандай жаңағыдай не деп айтады, видеоның артында болып жатқан үй, жаңағыдай Маша Медведьте де мысалы көретін болсаңыздар, 2-3 ғана жер бар ғой, орманның іші, жаңағыдай қасқырлардың, медиктардың орны, сосын үйі бар, аюдың үйі, сосын Машаның үйі бар деген сияқты 4-5 ғана сцена бар, сол жерде ауысып былай жүре береді. Одан соң стиль. Қандай стильде? Осы жерде барлығын құрып аласыздар. Кейіпкерлерді барлығын бір жерде жасауға мүмкіншілік берген. Бірақ бұл да тегін емес. Тоже жаңағыдай кредит керек болады бұл жақта да. Мысалы тариф 100 ғана бонус беріп қойған. 100 бонусқа бір видео жасауға жетпейді мысалы мына жерде қазір. Бір кейіпкер жасауға 20 бонус алады. Солай жұмыс жасай беруге болады. Оны да сіздерге білу үшін сіздерге айтып отырмын. Енді тегін платформаларға келейік. Тегін платформалар Queen деген платформа. Бұл қытайлық өткен жылы шыққан платформа. Осы уақытқа дейін полный тегін болған. Қазіргі кезде 5 видео күніге береді. Күніге 5 видео ғана береді. Мысалы, бұл жаққа тіркелу керек бірінші. Логин парольдарыңызбен алып тіркелесіздер Google аккаунт арқылы. Одан соң барып, мына жаққа генерация видео дегенді қосасыз. Осыны қосасыз, сосын мына жерде форматын таңдайсыз. Форматы қандай болу керек? 1:1, 3:4, 4:3 деген сияқты. Телефон форматы ма, әлде осындай кино формат па, қайсы формат керек, соны таңдап аласыз. Сосын мына жақта 3 түрлі, 4 түрлі платформалар бар. Код жазуға арналған, сценарий жазуға арналған неше түрлі платформалар бар. Соның екіншісі міне. Екіншісі изображение және де видео жасауға арналған. Осын таңдап аласыз. Одан соң барып мына жерге промпт жаза бересіз. Промпт. Қандай промпт?
өзүнө жасаткан эдим мисалга. Деген сыяктуу видеоларды жасап берет. Казакча сөйлөт десеңиздер, казакча да сөйлөп бере алат мисалга. Казакча жасаган да видеолор бар эле го менде. Азыр көрүнүчү экинчи аккаунтума кирип. VL 235 кандай эди? Экинчи турганы го сол, экинчи. Той, анын аккаунтка кирмей тур жай. Келесі Сора. Бул жакта да Сора. күнүгө Сора 2 деген. Бул жакта да күнүгө 2-3 видео, 5 видеога дейин ар күнү ар түрлүү өзгөрүп отурат. Яғни булардын платформасына, серверине түскөн жүктөмесине байланыштуу. Бир күндөрү 2 видео гана берип калуу мүмкүн, бир күнү мүлдө бермей калат, бир күнү 10 видео берет деген сыяктуу. Осы қазіргі кезде Инстаграмдағы видеолардың көбісі осы жерде жасалған видеолар. Осы жерде жасалған видеолар. Яғни мына мысалы астында тұр ғой міне. 5 секундтық видео ма, қанша секундтық видео өзіңіз таңдайсыз, качествосын таңдайсыз, форматын, видео ма, әлде сурет па, соны таңдап, өзіңіз жасай бересіз осы жерден. Осы жерден жасай бересіз. Бұны америкалық VPN арқылы кірсеңіздер, Микрофон өшіріңіздер. америкалық VPN арқылы кірсеңіздер Сораға, тегін түрде жасай беруге болады. Яғни америкалықтарға өздеріне арналған версиясы сіздерге өтеді ол кезде. Яғни ChatGPT-дің платформасы бұл Sora 2. Мысалы Қазақтарға жоқ па не? Яндекске кірсеңіздер, енді америкалықтар өздері жасаған, содан соң өздеріне қолайлы қылып қойған. Яндекспен кірсеңіздер, мына шетінде VPN тұрады. Глобустың суреті. Осы жерден сырша қоясыздар Америкаға. Содан Sora деп кірсеңіздер, тегін түрде жұмыс жасай беруге болады. Тегін түрде. Бірақ мен 2-3 видео жасап көрдім кеше. Ешқандай лимит ештеңе сұраған жоқ. Қазақстанның интернетімен. VPN қосқаннан соң кішкене нашарлау болады. Көрдіңіздер ме интернет? Яғни через біреудің, Америкада біреудің интернетін қолданасыз ғой. Мына жақта Латвия, Германия, Польша қай ел керек? Сол елдер арқылы жұмыс жасай берсеңіздер болады. Яндексте бұл. Ал Google'да болса, мына жерде қосымшалар, дополнительный бөлімдер бар. Солардың ішінен осы жерден управление деп кірсеңіздер, VPN деп тауып аласыздар, бесплатный VPN. Соны қолдансаңыздар да болады. Енді Grok деген платформа. Өткенде де сіздермен осы жерде презентация жасадық қой. Презентация. Grokта мына жерде тіркелесіздер кәдімгі Google аккаунт арқылы. Одан соң барып Imagine деген бөлім бар мына жерде. Imagine. Осыған кіресіздер. Осы жерде Grok'тың ішіндегі жасалған видеолар шығады. Бұл Илон Масктың компаниясы. Илон Маск пока что барлығын бесплатный түрде қойып қойған. Күніге 20 видео жасауға мүмкіншілік береді. 20 видео. Яғни сізде 5 видео бар болатын болса, 5 аккаунт бар болатын болса, күніге 100 видеоға дейін жасауға мүмкіншілік болады. Яғни мендегі жаңағы YouTube'да көрсеткен видеолар мыналар. Барлығы Grok'та жасалған. Grok'та. Мысалға, так, мен мына жаққа мен жасаған видеоларға кірдім. Мысалы, мына сурет.
яғни суретті жүктейсіздер, соны ары қарай дамытып жасап бере береді ғой өзі. Міне астында промпт жазылып тұр менде. Промпт жазсаңыздар болады, промпт жазбасаңыздар да өзі жасап береді негізінде. Өзінің қалағаны бойынша рандомно жасап береді қалағанша. Ал сіздің қалаған кадрыңызды алу үшін онда сіз промпт жазсаңыздар, сол промпт арқылы жасап береді. Imagine бөліміне өтесіздер, мына жерге промпт жазасыздар. Так, қазір көрейікші. Мысал, қандай видео жасайық мысалға, сіздермен бірге. Осы видеолар жасап көрейік па, әлде қалай? Осы грокпен жасап көрейікші. жаңа видео көрейік та, жаңа видео. Қай видео? Нелер жазып, промпттар жазып. Таза тәжірибе. Біз енді қолымызда өзіміз әлі үйренгендік. Мысал, мынандай видео. Өткенде сіздердің селфи жасаған видеоларыңыз бар ғой? Иә, иә. Одан соң мына кабинетке ауысады, одан соң мына кабинетке ауысады деген сияқты. Осын жасап көрейік. Промпт міне, қарапайым ғана. Так, снимать. Так, енді бұған менде суреттер бар ма екен? Бұған айтпақшы, бірінші, екінші бөлімдері болу керек бұған қазір келмейді бұған. Бұған келу үшін мына жақта Google'дың платформалары бар, қазір көрсетемін оны. Яғни бірінші фото, екінші фото, яғни видеоның басы және де соңын көрсетесіздер. Содан соң екі аралықты байланыстыратын видео жасап береді олар. Бірінші және екінші фотоны байланыстыратын. Бұған келмейді. Грокта ондай мүмкіншілік пока что жоқ. Мүмкіншілік ондай жоқ. Так, онда Тегін қайсымен жасап көреміз? бірден жасап көрейікші қазір. Аккаунтқа кіріп болайын. Про аккаунты бар версия менде. Мысал, кеше мына мультфильм жасаған болатынбыз. Pixar стилінде. Біз қайсымен про жоқ қой, бізде платный. Бесплатный Параллельно жасасақ. бесплатный түрде алсаңыздар да болады негізінде. Қайсымен біз параллельно жасайын деп едік? Gemini бермей жатыр. Уже бесплатно бітті ғой деймін. Gemini'ға бесплатно алу үшін қазір көрсетемін. Gemini'ға кірдіңіздер ғой, мына жерде перейти на Google AI Plus деген тұр. Бұрышында. Сіздерде телефонда мына сол жақ астыңғы бұрышында болу керек, яғни мына менюді ашқан кезде мына жерде болу керек. Перейти на Google AI Plus деген. Осыны бассаңыздар, сіздерге Google'дың тарифный пландар шығады. Так, мына жерде новый ашылған аккаунтқа берілмейді екен. Бермейді ол. Новый ашылған аккаунтқа берілмейді. Қазір ескі аккаунтпен кіріп көрейін. Менде анау Google i Pro дегенде 0 теңге деп шығып тұр. Солай шығу керек па? Иә, ортасындағы 0 теңге деп шығу керек. Пароль дегеніне келгенде тек шошыныңыз. Міне, 0 теңге. Яғни ескі аккаунттарға беріледі деген, 1 жыл, 2 жылдан асқан аккаунттарға 0 теңге. Яғни негізі 9.990 теңге, 10.000 теңгелік тариф. Соны 1 ай бойы сіздер тегін қолдана аласыздар, тегін түрде. Үйде неше түрлі ініміздің, қарындастарымыздың аккаунттары бар ғой, солардың қолдансаңыздар болады 0 теңгеге.
подписка жасайсыз. Оның ішіндегі Gemini'дің бүкіл мүмкіншіліктеріне ие боласыз. Flow деген видео жасайтын, жаңағы басы және де аяғын көрсетесіз, сол видеоны біріктіріп беретін. Whisk жаңа көрсеттім ғой. Whisk'тің ішінде видеоны да, кейіпкерді де барлығын соның ішінде жасай беруге болады. 1000 искусственный интеллект бонус береді. 1000 әр видеоға 20 промпттан алып отырады. 20 кредит. ноутбук аламын, өткенде көрсеткен. Солардың барлығына сіз мүмкіншілік аласыз. Және де 2 терабайт айына сізге осындай мүмкіншіліктерді береді. Соларды алып қолдана берсеңіздер болады. Бір айға қосасыздар, 2 күн қалғанда сіздерге SMS келеді, сообщение болып Gmail аккаунттарыңызға. Сол жақтан өшіріп тастасаңыздар болады. Немесе интернетте бесплатный түрде нелер бар. Карталар көп, интернеттен жазсаңыздар, бесплатный карталар, ішінде ақшасы жоқ. Соларды тіркеп тастай берсеңіздер болады. Так, не істеп жатыр едік? Видеолар. Мынандай фотоларды. Менде YouTube арна бар, арнаға балалар жаңағы новый аккаунт болғасын, барлығын түсіндіріп жаздым, ол жерге 16:9 формат деген сияқты. Сосын синий трактордың стилінде видео жасап бер дедім. Сосын стильді жазды, басқасын жазды. Сценарий жазып берді, секундтар бойынша. Соны мына жаққа қойып шықтым тек қана. Промпттарды қойып шықтым, соған жасап берді. Енді группқа кіргеннен соң Word'тың ішіне сақтап қойғам кеше. Бірінші бөлім, екінші бөлім, үшінші бөлім, яғни промпттарды жазып қойғам. Загрузить файл дейміз де. Мысалы, бірінші кадр салайын мен. Мына жақта форматтар тұрады, міне, видео деген ішінде. Телефон форматы ма, басқа квадрат формат па, қайсысы керек, солардың бәрін таңдап аласыз. Міне процент толып жатыр қазір. Жаңағы промпттың барлығын чат GPT істеп алдыңыз ғой да? Иә. Gemini немесе ChatGPT қалаған өзіңіз қалаған промпт арқылы. Мысалы, міне өзің жасап берген видеосы. Иә? Енді осыған промптты қояйық. Егер ұнаса, осы видеоны да алып қолдана беруге болады. Міне скачать деген кнопкасы мына жерде тұр. Басасыз, жүктей боласыз. Қолдана бересіз. Егер фотосын көру керек болса, мына жерде шетінде тұрады. Шетінде. Видео және фото. Ал качествосы нашар болып, сізге ұнамай жатқан болса, мына жақта улучшить качество деген бар. Осыны басасыздар. Сізге качествосын жақсартып береді, бірақ секунд азаяды. Негізі 6 секундтық видеолар, мыналардың барлығы 5 секундқа азаяды. Міне, HD качествода болды. Промптты қойайық. Ары қарай жасап көрейік. Мультфильм кейіпкер емес, немесе өздеріңіздің фотоларыңызды қойсаңыздар да болады мына жаққа. Оны ары қарай жасап береді өзі. Ескі фотоларды осы жаққа қойсаңыздар, интернетте жүр ғой, неше түрлі рекламалар. Видеолар жасап береміз, отбасылық видеолар жасап береміз деген сияқты. Өзіңіздің бұрынғы ескі фотоларыңызды, видеоларыңызды осы жаққа салсаңыздар, оны ары қарай басқаша дамытып береді. Кәдімгі тірілтіп береді, былайша айтқанда.
Камераның бағыты өзгерді кішкене. Сол ғана разницасы. Так, онда қазір қысқа метражды фильмге бір сценарий жаздырдық чат GPT-ға. Маған грокқа қиял мәжілет де ғажайып стилінде қысқа фильм және деп айтайық. Өзі тақырыптарды уже ары қарай ұсынады. ChatGPT 5.2 мендегі версиясы айтпақшы. Шексіз түрде қолдана беруге болады. 1 жылдық версиясын алып алдым мен. ChatGPT 5.2. Көп деген мүмкіншіліктер бар ішінде. 1 жылға бесплатно алып алдым. Bir жылға қанша болды сонда ақшасы? бір жылға біреулерге жасаттым. Біреулерге бесплатно түрде жасап бердім. Так, мынау не істедім ғой? Ұят болып қалды ғой. Түсінбей қалды сізді. ChatGPT сізді түсінбей қалды. Метражды фильмдер сценарий қажет. ChatGPT-дің өзінде проблема болып отыр ғой деймін. Gemini'ға жасата Oldu. беріңізші. Дер байқауына сценарий қажет. Ары мен ождан деген шықты менде. Тақырыбын айтпадым. ChatGPT-ға не болды екен? Менде шықты. ChatGPT істеп тұр ма? Иә, күшті істеп тұр. Менде тақырыбы таңдау мен арождан егер қаласаң кейін жанр немесе соңын өзгертіп берейін деп. Атауы бір қадам деген. Жанры драма, 5-7 минут. Қысқа метраж фильмдер байқауына фестивальға арналған сценарий әдетте аз локация, аз кейіпкер, терең мағына болып дейді. Ерлан сценарий атауы лифт дейді. Хронометражка 3-5 минут, локация Ерлан 35 жас, қымбат костюм киген, Санжар курьер, ішкі көрініс лифт күндіз анауы деген сияқты жасап берілген. Маған бірінші кадрға прompt жазып бер. ChatGPT yapsın. Не удалось тебе? ChatGPT-мен проблема болып жатыр. Ташау. Сондай ғой деймін. Шетет бұлар кейде жүн келеді. Как я могу помочь? Так, пробт қазақша жазып берді. Промпт қазақша жазып берді деймін. Генератор сол ағылшын тілінде кілт сөздерді араластырып көшіріп салуға болады. Себебі көбінесе ағылшын кілт сөздерді дәлірек түсінеді дейді. Міне қазақша ағылшын жасап берді.
Бірден өзіне жасатайық. Новый чат ашамыз. Инструмент создания изображения. Промптты қоямыз. Бірінші жасап берген видеосы қазақтарға келмей қалды. Қазақша түр деп жазылмады ғой. Осыны скачать етіп аламыз. Егер қазақ болсын десеңіздер, ненің ішіне, промпттардың ішіне қазақтар деп жазсаңыздар болады. Мен жасадым да, оны қалай жүктеп аламыз енді, жасаған видеоны? Міне фотоның үстінде мына жерде скачать деген. Содан соң бар грокқа Мен фото емес, видео жасадым. загрузить файл дейсіздер да, міне. Фотоны саламыз. Енді қысқа енді осы видеоға промпт жазып берейік. Процент болып жатыр міне. Скачать ететін болсаңыз міне астында тұр. Скачать деген кнопка. Оң жақ астында. Бірінші нұсқа реалистік атмосфера дейді. Аралас. Екінші нұсқа эмоционалдық акцент. Бизнесменнің ішкі көрінісін көрсету үшін баяу қозғалыс және жақын кадрлар. Крупный кадр. Үшінші нұсқа, бұл нұсқа лифттің тар екенін сездіру үшін камераның ақырын жақындауы дейді. Яғни неше түрлі стильде сізге бір кадрға қанша түрлі промпт жазып берді. Реалистік атмосфераны алсақ. Гроктың өзін жасап бергені, мынау қазір мысалы. Негізі бұның жасағандары ана движениелері дұрыс болмайды ғой. Иә, сон 5 секундтық қана видео шықты, неше секундтық максимум болады? Грокта 6 секунд. 6 секунд деп 6 секунд. Мен жасаған онда сол 5-6 секундтыққа түсіп тұр, мультик сияқты болып. Иә, сондай болады. Каждый раз жасайтын болсақ, миымыз шіріп кетеді ғой. Бірақ күнде істей берсең үйреніп кетесің. Күнде істеуге уақыт жоқ қой. Қаққа. Ой, әжесінің орнына отырайын деді. Мынау бірінші жасалған видеосы, мына екінші жасалған әлі загрузка болып жатыр. Кір екен лифтің. Кешіріңіз. Мынау Gemini'дан фотоны алып, не еді? Гром ба? Грокқа саламыз ғой. Грок. Сол жерден видео жасап береді, Иә. иә? Мынау өзің жасаған, жаңағы біздің берген промпт арқылы жасалған. Мынау Гроктың өзінің жасағаны, кішкене шынайы емес көрініп ме? Иә, соны айтам. Егер промпт дұрыс беретін болсақ, кішкене шынайы бола бастайды. Оған озвучканы жасауды басқаны келесі сабақта өтетін боламыз. Так, енді бұл бір вариант. Одан соң барып Gemini'дің ішінде
жанагы про аккаунт алгандарға жасауға болады. Яғни мына инструменттердің ішінде создать видео деген тұр, с помощью видео 3D1 деген. И создание изображения үстінде тұр. Осыны қосасыз. Осыны қосқаннан соң барып, жанағы фотоны жүктейміз бірінші. Фотоны жүктейміз. Содан соң барып промптты жүктейміз. Астына. Генерацияға жібереміз. Мен жібердім 6 секундтық мультик. Қайсысына жібердіңіз? Gemini'ға жібердіңіз ба? Қазір группаға жібердім, Gemini'мен Группаға жасадым. жібердің ба? Группаға. Грокпен жасадым. Мынау басқа ғой. Енді кетіп жатыр ма? Енді келіп жатыр. Венера. Да? Иә, мен жібердім. Венера. Смотри, какой праздник мы устроим! Да, Маша, будет весело! Молодец. Сөйлетіп жүрсіз осы. Қазір видео жасап жатыр. Видеоныкі өте керемет түрде жасап береді. Енді мына жақта Flow деген бар. Flow. Google Flow. Оның ішінде көптеген заттарды жасай беруге болады. Мысалға жаңағы мамандық таңдау туралы, яғни мына жақта видео по описанию, яғни текст промптты бірден бересіз, сол бойынша видео жасап береді. Екіншісі кадр бойынша. Сіз кадрды, суреттерді, жаңағы президенттердің бір кабинетте бір кабинетке ауысуы осы арқылы жасалған. Яғни мына жерге бірінші Тоқаевпен түскеніңізді салсаңыз, мына жаққа Назарбаевпен түскеніңізді салсаңыз, екеуіне былай ауысып кабинеттердің арасында промпт арқылы жасап берсеңіз, сізге сондай видеоларды жасап көрсетеді. Келесі образ бойынша, яғни жаңағы біз жасап жатқан гроктағы образ бойынша бұл. Осы жерге суретті біреуін саласыз, соны ары қарай видеоға айналдырып береді. Келесі изображение. Бұл жақта да суретті жасауға болады. Яғни осындай 3 түрлі бар. Тексттен жасау, видеоның бірінші және соңғы кадрларын көрсету, және де бір суретті ары қарай видеоға айналдыру деген сияқты. Осының ішінде мүмкіншілік береді. Мысалы, кейін қазір айына 100 бонус береді екен. Мен ана аккаунтқа ауысу керек болмаған. Міне неше түрлі Google'дың заттары тұр. Музыка жасау, фото жасау, видео жасау, және де кейіпкерлерді бірден жасау деген сияқты. Бізге керегі Flow керек. Flowға кіріп алып, осы жерден жасай береміз видеоларды. Создать проект. Так, екінші кадрды да жасайық та бұл жерде, иә? Мына жаққа айтайық. Видео жасап берді ғой міне уже. Дауысымен жасап берген. Яғни бұл жерде 2-3 видео күніге жасауға мүмкіншілік береді. Күніге 3 видео жасауға. Менде қазір біреуі кетті, тағыдай 2 видео жасай аламын. Бұл жақта да 2 суретті берсеңіздер болады. Жаңа біз бір суретті ғана бердік қой. 2 суретті беріп, бастан аяғына екінші кадрға ауысу деген сияқты. Осы жерден жасап алсаңыздар болады. Так, бізге Минуты аз ғой біз үшін. 8 секунд, иә. Енді қазір пока что солай 6 секунд, 5 секунд
барлығын жасауға үлкен компьютерлер керек болады. Яғни бұл Google'дың базасына үлкен нагрузка түсіп жатыр қазіргі кезде. Google былайша айтқанда шығынға кетіп жатыр ғой, минусқа кетіп жатыр бұлар арқылы. Бұл видеолар жасау арқылы. Бәсе. Негізінде қазіргі кезде жасанды интеллект бойынша Nvidia деген компаниялар бар. AMD, Nvidia деген чип жасайтын, процессор жасайтын компаниялар. Солардың дәуір жүріп тұр ғой, былайша айтқанда. Солардың акциясы қазіргі кезде 10-20 есеге өсіп кетті. Себебі осы жасанды интеллекттің заттарының барлығын солар жасайды. Яғни процессорға түседі күштің барлығы. Сондықтан Қандай компания процессорлардың дедіңіз, кім? Марат, Ау? қандай компания дедіңіз? Nvidia, Nvidia. AMD. Ну, это американские компании, наверное, да? Американский компаниялар. Nvidia деген видео карта шығаратын компаниялар ғой. Мына кісі иесі қытайлық. Қытай, американдық Қытай. Бұл кісі айтқан, болашақта программисттер болмайды, болашақта ағылшын тілін білетін мықты маман болады деген сияқты. Яғни ағылшын тілін білсеңіз, сіз Соған келе жатыр ғой. жасанды интеллект арқылы бүкіл затты жасай беруге болады. Екінші кадр түсірейік қазір біз. Маған екінші кадрға промпт жасап бер. Сосын мына жақта флоуды көрсетейік. Сонымен бүгін сабағымызды аяқтайық. Гуглдың жасаған кішкене шынайы болмай қалған сияқты ғой. Мына артында бас сейм деген сияқты болып қалды ғой. Иә, соны айтып қарны ашып қалыпты еще. Гроктікі жақсы болды ма дедім қайта. Шынайы кішкене полицейскілер жүр деген сияқты ары қарай. Әлі промпт дұрыс емес. Екінші кадр. Екінші кадрға жібереміз. Яғни сурет Nano Banana деген приложение ғой, Google'дың бананың сурет тұрған. Nano Banana деген. Он Nano Banana деп аталуының да себебі сол. Google осы уақытқа дейін тығылып отырды ғой, ешкімге жасанды интеллектті ұсынбай, ешқандай ұсыныс бермей, тек қана ChatGPT, Қытайдың компаниялары, солар бәсекеге түсіп, бір-бірімен жарысып жүрген кезде Google тығылып отырып жасады. Тығылып отырып, яғни Nano Banana деген өтірік ат қоя салған негізі. Басқа бір адам басқа біреуге жіберу керек болған. Сол кезде атын қалай қоярын білмей, Nano Banana деп өтірік жаза салғанда жібере салған. Сол Nano Banana қойылып кеткен. Яғни сурет жасайтын компания. Так, екі суретті жүктедік. Енді о екі кадрға бір промпт жазып бердік. Так, бірінші фото бізде мынау. Екінші фото бізде мынау. Оған компьютердің да мощный керек қой, мықтысы. Компьютерге интернет көбінесе интернет. Потому что олардың компьютері сіз үшін ойланып жатыр ғой. Бұрын біздің компьютер ойланады еді ғой. Презентация жасаған кезде де, видеоны монтаж жасайтын кезде де, иә. Біздің компьютер мықты болу керек болатын. Қазіргі кезде уже ол тенденциядан өтті. Енді олар
Олар өздері жасайды, былайша айтқанда. Процессор барлығы олардың өздерінде. Сізде интернет болса ғана болды. Так, екі промпты қазақша, ағылшын, жапондар. Так. Қандай видео, қандай промпт екенін оқыған жоқпын. Қоя салдым. Так, екі панельден тұратын кинематографиялық тип топ. Ортасына бөлінген экран дейді. Сол жақ панель қараңғы топтап қалған лик іші апаттық жарық дейді. Егендігінен оң жақ панель, дәл сол лифт, бірақ кенеттен төбеден өте жарық суық көрейік енді. Өте ұзақ болады енді. Гуглдікі. Промптты жазған кездерінде сонда біз өзіміздің тақырыбымызға сәйкес жазамыз, сол бойынша қабылдап аламыз барлығын. Иә, кез Сосын келген. анау кешегі сурет жасағандай қылып, по ходу өзгерте берсек болады ғой, иә? Мысалы, слайд жасағанда сөйтеміз. Иә, дәл солай. Болды онда. Ары қарай дальше қайтадан Мысалы, жобалар байқауына барған кезде де сіздер мысалы проекттерді ұтып аласыздар, не істейсіздер, соны қатысасыздар. Сол кезде сіздерде бейнеролик ретінде осындайды көрсетсеңіздер болады да, мысалы. Иә, мен кеше Жетісуда қатысқанда, Талдықорғанда солай болды да, бәрі келген жоқ, олар өздері сол жасанды интеллектпен баяндамасын жіберді, нақты көрсетіп тұрды. Енді ол жерде кішкене қиындау. Әрқайсысыныкі әртүрлі болды. Мықтылары да болды. Бізге айтып жатыр да, енді баяндамаларды жобада сіздер есеп бергенде немен жасайсыңдар, жасанды интеллектпен. Сол қиындау екен, ақша көп керек болған. Мені жасап берген видеосы. Бұл жақта 8 секунд береді. Ана не пыстады, Ақмарал сіз пыстады ғой, Қалай өшіреді? Мал не өтіп кетті? 8 секундтық видео жасап береді. Скачать ететін болсаңыз, мына жақта 3 кнопка қайда кетіп қалған бұл? Скачать ететін. Төбеде тұр. Міне, мына жақта. Басасыздар. Сіздерге качествосын ұсынды, қандай качествода керек, сол качествоны таңдасаңыздар, содан скачать етуге мүмкіншілік береді. Жалпы осындай бүгінгі сабақ. Бетіне жаңа сызық шығып кетті ғой, Ақмарал деп. Бұл не? Мына карандаш қой, мына шетте тұрған мендегі. Сол карандашпен тоже можно. Рахмет, аға, түсінікті. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі сабақта музыка жасау, озвучка жасау, соларды үйренетін боламыз. Жақсы, аға. Рахмет, жақсы. Рахмет, көп рахмет.